қыз бен жігіт айтысының бір тамаша үлгісін бірге қызықтайық. Сахна төріне қазақ қыз бен жігіт айтысының қас шебері, сонау Алқалы Қарағандыдан келген Мақсат Ақановты шақырам. Мақсатпен айтысатын Ақтөбеден келген ару қарындасымыз Жұлдыз Қожабекова қарсы алыңыздар. Білетін мәтел қандай, мақал қандай, кешегі Мұхановтай атам қандай. Жұрт маған сәбең жайлы не демеді, сонда да өзім үшін қаһармандай. Шақыртуын жарқынның қабыл алдым, шәкәрімнен Мұханов қаталғандай. Жамбылдың ауданына келіп жеттім, Жамбылдан сәбең келіп баталғандай. Ассалаумағалейкум бауырларым, Алашқа осым айтқан сауындарың. Өмірі ойламаппын теріскейде Жамбылдың атындағы ауыл барын. Әйтпесе Жамбыл менен қатарласқан бар еді 8-дейін тауылдарың. Жамбыл деген бақытты шал екен ғой, қошеметтеп қол соқса қауымдарым. Жамбыл менің жаятым дегендейін Пресновка екен ғой, ауылдарың Қасыма қай қыз десем бұл қыз келген. Апырай шынымен бе жұлдыз келген. Бұлтты күні теңізге түскен жандай, жұлдызды бір түрлі екен күндіз көрген. Жұлдызға қараңғыда қарау керек, жаңалық емес қалған бұл біздерден. Үстіңдегі көйлегің секілденіп көп нәрсе жасырады күн біздерден. Неде болса күтейін кеш батқанын санасып жатыр дейсің кім біздермен. Бір жанның бір ән еске түсіп отыр, қыз көріп қайнаған мен қыз кеудем. Сергелденге салмасаң болды әйтеуір, сертіңнен түнде тайып күндіз берген Ойларым болмаса да ондай бөтен, ақыры бастаған соң толғай кетем. Түнде берер нәрсені күндіз беріп, кісіні дәл осылай қорлай мекен. Жақыннан көрсем ғой деп жүруші едім, кімдерді қызықтырмас ондай мекен. Жұлдыздардың әлемі ғажайып қой, әр жұлдыз әр нәрсені сомдайды екен. Бір қызығы қазығы болмаса да, темір қазық өздерін қорғайды екен. Астрономия сабағын 3-ке оқып ем, қонбайтын нәрсе бәрібір қонбайды екен. Қысқасы жұлдыз жайлы білетінім, түн келсе патшалығы орнайды екен. Телескоппен дұрыстап қарамасаң, телефонмен қараған болмайды екен. Кезек берсем бастайсың енді кеске, ерегіспей жұлдыз жан келкең еске. Мақсаттың аузының салымын ай, Мақсаттың іске асуы демдемес пе?
мысалы 8 туған Гүлтөбеге мына қыз Ақтөбеден келді емес пе? Ендеше Гүлтөбеге алып барып әрекеттер жасайын менде кешке. Неде болса үстіне бір шығайын, пенденің аты бәрібір пенде емес пе? Ақтөбене мейлі Гүлтөбене, жұлдызға қолым жетсе болды емес пе? Мені тек жұлдызбенен қосыңыз деп, әужеке мәселемді шешіңіз деп, жұлдызға қолым жетсе болды дейме, қуанып отыр мақсат досымыз кеп. Телескоппен көрем деп өліп барат, Гүлтөбеге апарар шешіміз деп. Телескоп тесігіне телмірердей жұлдыздың отыр екен несін іздеп. Моншаның саңлауынан сығалайтын тентектердей ауады есіңіз кеп. Әйтеуір Ахановтың әдеті ғой, жүрген жерде жүретін тесік іздеп. Жұлдызға төніп отыр кім төбеден, жібекке қол созама бұл төлеген. Түнде берер жұлдызды күндіз бер деп, үмітсіз жыр бастайды үлкен өрен. Қызылжар шоқ жұлдыздар мекені ғой, таланттарын тасада бүркемеген. Шалақыны таразы жұлдыз еді, тағылыммен тартылған жыр көнеден. Мұханып әдебиетке темір қазық, прозаның шырағын білтелеген. Мүсірепіп сөз өнердің сүмбілесі, бір ғасырда бір туар бір көреген. Маржан сөздің мәйегін жіпке тізген, мағжан деген білгенге үркер өлең. Бұл жақтың нұр жұлдызы салықып қой, өз орнын ойып алған түн төбеден. Аспан көңіл өлкеге келіп тұрып, астроном болмай-ақ қойдың келеген. Жұлдыздардың еліне келген кезде жөн болар көкке қылыш сілтемеген. Жұлдыздардың еліне сәлем, қошеметпен Жамбылдың жұрт елеген. Ай сайын ақын жиып айтыс қылған, айналдым Қызылжардай Күлтөбеден. Жұпталдым мақсат дейтін өткір ұлмен, жұлдызға жыр боратсын оқ тілінен. Айтыстың аты шулы бабынегі, қыздардың қырмен сырын көп біліп ең. Арудың арқасына шоқ басқандай, шошытып талай қызды шоқ қылып ең. Ақтауда алғаш рет айтысқанда, тіліңнен маржан жырды төктіріп ең. Қызылжарға ағайын келіп тұрмын, қыздар ғылымдарының докторымен. Аруларға қам қылған ән жырым бар, ағайын сондықтан да жандығыңдар. Аулыңа аты шулы сері келді, дәл бүгін сәл басқаша сән құрыңдар. Төрт көзің түгел отса аруыңды, күзетіп қамқор болып қам қылыңдар. Қарыс қадам аттаса қонақтарың, аңдытып ізіне адам салдырыңдар. Бұл мақсат сахнаға шыққан кезде, шәй құюға ер адам алдырыңдар. Бұл деген қыз дегенде ұлы құста, талайын қағып түскен бұрылыста. Сондықтан сөзіме шын сеніңдерде, қарсы тұр мақсат дейтін құбылысқа. Аханов жақындады деген кезде, қыз түгіл кемпіріңді тығып ұста.
кеш күндізді, сахна сәнін мақсаттай дос кіргізді. Жаныма кеп жақсылап жайғастың ғой, қонақ үйге қонғандай 5 жұлдызды. Өткен жолы Ақтауда айтысып ед, тамсандырып тыңдаған есті ұлғызды. Ол жолы өзім арнап сұрап алдым, жұптамай жүргеннен соң ешкім бізді. Бұл жолы аман жолдай ағамызға айтысам деп жұлдызды қостырғызды. Мені сұрап алардай бұл мақсатқа нендей сезім мәжнүнгей кештіргізді. Маңғыстауда менсінбей отыр едің, мендік Ахановқа төс тұрғызды. Әлі зар боласың деп айтып ем ғой, қашықтық пен сағыныш ес білгізді. Жұлдызды көзімен бір көрген жігіт, одан кейін көрмейді ешбір қызды. Жұлдызжан түсінбеймін неге ондайсың, неге бұлай қаралып ем алмайсың. Менен басқа ешкімді көрмейді деп өзіңді өзгені де неге алдайсың. Әрбір әйел сұлу ғой өз бетінше, ешкімге жеке баға бере алмайсың. Дегенменен жаныңның сөзі бар жаныңды да. Менімше сен өзіңе көп алмайсың. Ағайын рас болса қол соғыңдар, мен сенгенде сен неге сен алмайсың. Дұрыстап қарамасаң жұлдыз жанның артында тұрған қызды көре алмайсың. Кінәлай бергеніңше тек мені де, бұл жолды сал серілер мектебі де. Серілердің атасы 8 нияз, семсердей берік болған серттеріне. Кемпірлердің барлығын тығыңдар деп сын айтпай-ақ теріскейдің тектеліне. Одан да өз күйеуіңе жаның ашсын, көлеңке түскел тұрған көктеміне. Өткенде Ақтауға да жалғыз келдің, бураның қараймын деп шөккеніне. Қырғызға да жап-жалғыз барып келдің, шекарасы тұрса да шеткеріде. Ол аздай бүгін жаным жалғыз келдің, өкпелеп не қылайын өткеніңе. Мен сенің күйеуіңе таңғаламын, сезімі 15 жылға жетпеді ме? Не деген әйелін қызғанбайтын қандай күйеу осыны түсіндірші көпкеміне. Немесе мен айтайын еркектерді әйелдерін жіберген беттеріне. Орныңды басатындар болып тұр ғой, онша көп қиналмаса кеткеніңе. Басталған мынау айтыс, басталған мынау айтыс бесіндегі, керемет теріскейдің кешіндегі. Мақсатқа қыз қызықса, кінәм қанша, Жұлдызжан кінәлайсың не үшін мені? Кемпірлер деп кемсітіп отырсың ғой, мен бұған келіспеймін, кешір мені. Сен кемпір деп отырған бұл ауылдың кемпір түгіл келіні көшілгері. Тарихтың тақтасында жазылып тұр, бір екеуін айтайын есімдегі.
Ұлтыма ана болған ұлпан ана, төрді төркіні де осын деді. Есенейдің есімін елге жайды, есі дұрыс болған соң шешімдері. Шоқанға әже болған айғанымды мәңгілік ұмытпайды есінделі. Айымжандай ананы кін білмейді, ауылы Гүлтөбенің төсіндегі. Сондықтан бұл ауылға кінә тақпай, қыз құмар деп жазғырмай сосын мені. Осындай аналардың арқасында жыламаған жетімі, жесірлері ауылдың асты менен жүргеннен соң ауылдарға берілген есімдері ай-ей-ей-ей. Өзімше ойлап едім, ішпеймін деп, қашанғы бармағымды тістеймін деп. Аттай қалап алдырсақ Ақтөбеден мойнымда тұр ғой әзір түспеймін деп. Өткен жолы Ақтауда есіңде ме, күлкі бола жаздадым күштеймін деп. Каспийге шақырып ем бармай қойдың, суы тұзды болмаса түспеймін деп. Сол кезде жұлдыз саған айттым едім, бәрібір айтқанымды істеймін деп. Сол ойды бүгін неге пісірмеймін, іскаспай жатса дағы ісім мейлің. Бұл жақта 365 көл бар екен, сонда екен күллі аң мен құсың деймін. 365 көл деген не масқара, бұл деген ғаламат қой түсінбеймін. Ал оның 180-і тұзды көл дейді. Шомылмая қалсаң да ғұсыл мейлің. Тұзды судың қасиетін білесің ғой, тазарады сыртың мен ішің деймін. Барам десең ерінбей ертіп барам, кішілік жасағанға кішірмеймін. Бір жыл бойы шомылып жатсаң дағы, бір көлге 2 мәрте түсірмеймін. Ай-ей-ей-ей. Сен ішпеймін деп ішіп жүрсің, сұлулардың талайын құшып жүрсің. Күйеуің қызғанбайды деп қалдың ба, ал жұлдыз жауабымен тұшындырсын. Жолдасым иманды бір азамат ет, несіне ақын қызға қысым қылсын. Ол бейкені өлтірген байтан деп пең, әйелдерге жұмсамай күшін құрсын. Орыныңды басатын біреу бар деп, орынсыз ортамызға түсіп жүрсің. Жұлдызға қаңғыбас деп, қаңғыбас қызсың ғой деп күлесің де, мақсат ау сенің дағы түсің құрсын. Мен бір айда барғанда 2-3 жерге, сен 10 шақты қалаға ұшып жүрсің. Әйелің сені қалай қызғанбайды, мұныңды жұлдыз бұлай түсіндірсін. Күйеуіме күлесің, адал құсап, өзіңде нешеуі бар ішің білсін. Ай-ей-ей. Бабамыз болған сері 8 дейсің. Серілікпен сен мақсат егіздейсің. Бабаны алға салып, қалқан қылып, өзіңнің ауруыңа еміздейсің. 365 көлді еске салып, әйтеуір қайда барам дегізбейсің. Тұзды суға жұлдызды түсірем деп, Ақтауда бармағаның теңіз дейсің. 362 әулиеге бар дебем ғой, ұшетін салмын деп негіздейсің. Әулиелер басына бармайсың да, көл жақтан көңіліңе жоқ іздейсің. Сұлу мен суды көрсең жының барау,
солардан үмітіңді сен үзбейсің, жаныңды тазартатын жерге бармай, тәніңді тазартатын жер іздейсің. Айтыс деп талай оймен қырастың ба, мықтылармен күшіңді сынастың ба? Жұлдызды тұзды көлге апарам деп жазылғанын қарашы құлаштың да. Бір көлге 2 мәрте түсірмейм деп өзің жайлы жоғаңыз құрастырма. Жарайды бара салайын шақырып жатса, үйтем-бүйтем дейді шығарып түн астында. Жер үстінде шамалы қатырғаны не істей алады дейсіңдер су астында. Жұлдызсаң не жесеңді кешіремін, бір жаман әдетім бар осы менің. Жасымнан қалып кеткен осы дәстүр, сұлу мен суды көрсем шешінемін. Айтқаныңа көңілім толады ғой, бұл сенің ойларыңның шолағы ғой. Су астында не істейді деп отырсың, түнде түскен адамдар тоңады ғой. Железіні көліне алып барсам, железіна бірдеңе болады ғой. Құлаққа әлгілер кеп сыбырлаған. Не істейсің деп отырсың бүгін маған? Қарағым су астында не бар дейсің, балықтар болады ғой жыбырлаған. Ақынның деп отырсам көрегені, өзегіңде таусылмас өлең еді. Ақтөбеден кеп тұрған ақын қыз ғой, өзі де өмірде өнегелі. Бұрындары бұл жаққа келмеуші едің, депутат болғаныңның себебі еді. Ал бұйыл мені іздеп жетіп кепсің, қыздардың болмасаң да көрегені. Аманжол ағамыздан жарлық келсе, жұлдызда жерге түсір төбедегі. Атыңнан айналайын мақтанғалық, сәбеңдей ғұламаны тапқан қалық. Көңіліңнен айналдым жұртым, сенің төріңде қалай бүгін шаттанбадық. Қазылардан қой деген пәрмен келді, көлге қыз апармай-ақ мақтанбадық. Ендеше осыменен қошаман бол, ақындардың қабағын баққан қалық. Кененнің тойын қылған сәбен құсап, кемеңгерді құрметтеп жатқан қалық. Ай бәрекелді. Қошемет ардақ ағайын, қыз бен жігіттің бір жарасымды айтысы болды деп ойлаймын. Қазылар алқасы бұл айтысты бастаған Мақсат Ақановтың ұпайын беріңіздер. Түгел он. Мақсатпен айтысқан Жұлдыз Қожабекованың ұпайын беріңіздер. 1-9 қалғаны он.